Барлық әдептілік ережелерін есте ұстау кез келген адамның қолынан келе бермейді. Кейде біз тәртіпті бұзып жатқанымызды білмей жатамыз. Армысыздар, эфирде этикет бағдарламасы. Бүгін біз күнделікті өмірде сақталмай қалатын ережелер жайында баяндаймыз. Үйден шыға салысымен бұзылатын бірінші ереже ол жедел сатыдағы адамдармен кездесу кезіндегі әрекеттеріміз. Оған кірген бетте ішіндегі адамдармен амандасуды ұмытпаңыз. Шыққан кезде сау болыңыз деп айтуды естен шығармаңыз. Екінші қателік ол эскалатормен жүрген кезде баспалдақтан басқа адамдарды өткізбеу. Онымен көтерілгенде немесе түскенде оң жағынан тұрыңыз. Сонда асығып тұрғандар сізге кедергі келтірмей өтіп кете алады. В крупных городах есть свои правила поведения. Например, в Москве, если вы... Ірі қалалардағы метромен қозғалудың өзіндік ережелері бар. Мәселен, Мәскеуде эскалатормен бара жатқан бағытыңызға қарай қарап тұруыңыз керек. Шектеу қойылған сызықтан аспай қабырғасына арқаңызбен сүйенуге тыйым салынған. Бүкіл баспалдаққа тек метро қызметкерлерінің рұқсатын алып қана тұруға болады. Үшінші қателік ол даладан кірген кезде қол шатырды құрғату. Жұмысқа немесе қонаққа келген кезде көпшілік өз қол шатырын жерге қоя салады. Оның суы ағып тұра береді. Этикет ережелері бойынша оны арнайы тіреуішке ғана қоюға болады. Егер мұндай құрылғы таппай қалсаңыз, қол шатырды жинап, іліп қою керек. Ең болмағанда қабырғаға сүйке салсаңыз да жеткілікті. Мамандардың айтуынша, үйге кіргенде де қол шатырды ашық күйінде құрғатудың керегі жоқ. Өйткені бұл зат тез ескіріп кетіп, қолдануға жарамсыз болып қалуы әбден мүмкін. Тағы бір қателікке біз автокөлікке отырған кезде жол береміз. Әдеп бойынша алдымен отыратын орынға жайғасып, кейін ғана аяғыңызды кіргізуіңіз керек. Шыққанда керісінше әрекет жасайсыз. Оның арқасында әйел адамдар өзінің киімін былғанудан сақтап қалады. Ал ерлер аяқ киіміндегі қар немесе шаңды сілкіп жіберуге мүмкіндік алады. Бесінші қателік. Ол жайлы айтпас бұрын жұрттан мейрамханада тіс шұқығышты кім пайдалана алады деген сұрақ қойып көрдік. Менің ойымша, кафеде үлкен кісілерге тіс шұқығышпен ресторандарда, кафелерде үлкен кісілерге қолданған жөн. Алайда балалардың қолдануы қауіпті болуы мүмкін. Сондықтан балалар егер қолданғылар келсе, ата-аналарының қарауында ғана қолданған дұрыс болар деп ойлаймын. Барлық үлкен адамдарға, балаларға аса қажет емес деп ойлаймын. Әркім өзінің қалауына байланысты, бірақ балаларға беруге өте зиян ол. Вообще ол тіс шұқығыш деген адамның организмі өте зиян, тіске өте зиян. Поэтому өзім қолданбаймын мен. Санитарлық дәрігер есебінде қолданбаған дұрыс. Шын мәнісінде тамақтанатын орында тіс шұқығышты пайдалануға мүлдем болмайды. Бұл әрекетті сырт көз көрмеу керек. Егер қажет болса, қол жуатын бөлмеге шығып кеткен дұрыс. Мейрамханаларда тіс шұқығыштарды қоюдың өзіне тыйым салынған. Оларды әйелдер немесе ерлерге арналған бөлмелерде қойған жөн. Алтыншы қателік ол тұз бен бұрыш салатын ыдыстарға байланысты. Әдетте біз олардың әрқайсысын бөлек береміз. Бірақ бұл дәмдеуіштер бір ыдыстың ішінде тұрады. Мейрамханадағы этикетті жетік меңгерген адам сізден тұз сұраса, ол бұрышты да бірге беріп жібересіз деп күтеді. Сондықтан тамақтанып отырған адам үшін ыңғайсыздық туғызбай, екеуін де әперіп жіберіңіз. Тағы бір қателікті біз дастархан басына отырғанда жібереміз. Үстелге тек қолыңызды ғана қоя аласыз. Шынтағыңызды денеге қысып, үстелден сәл алысырақ отырыңыз. Әйел адамға иегін тіреуге рұқсат етіледі, бірақ бұл әрекетті тек тамақтанып біткеннен кейін ыдыс жиналған жағдайда ғана жасауға болады. Тоғызыншы қателік ол саусақпен белгілі бір адамға көрсету. Егер бір затты көрсетсеңіз, онда тұрған ештеңе жоқ. Бірақ алдыңызда тұлға болса, алақаныңызды пайдаланған абзал. Сонымен қатар, жасы 12-ден асқан адамға сен деп сөйлеуге болмайды. Бұған дейін сіз деп сөйлескен адамға сен деу тек екінші тараптың рұқсатын алғаннан кейін ғана болады. Оны әйел адам немесе жасы үлкен азамат, лауазымы жоғары тұлға жасағаны дұрыс. Әдепті адамдар өз жақындарына үнемі қамқорлық көрсетеді. Мұндай азаматтар қоғам арасында сыйлы ұжымда ерекше құрметке ие болады. Сол себепті этикет ережелерін есте ұстайық, табысқа бірге қол жеткізейік.